Assalamualaikum hurmatli ko'rganlar. Bugun biz Çengeldi avuluna arbuz alıp köyge yol tarttık. Yağni kişigirim biznes dep aytsak bolot, arbuz alıp kelip üstüne kişken baga koyup satamız. Mына жерден андай тауып алдық. Мындай темір тауып алдық. Және міне мындай екі алюминиевый банка. Өмірдегі және бизнестегі ең жақын інім Архат аты. Ошондо беріп келетеміз. Қапшайға дейін ары 76 шақырым бар. Алматыға 146. Бішкек 393 шақырым. Бірақ біз Бішкекке емес. Қалай еді? Çengeldi avuluna varamız. Çengeldi'den ары 2 kilometr жерде Кербулак деген авыл бар. Сояқтан арбуз алатын боламыз. Және сол процесс, арбуз тиеу процесін бәрін сіздерге видеоға түсіріп көрсетемін. Арнадан ауыспаңыздар, видеоны аша лайк басыңыздар. Және мына жерде сіздерге видео түсіріп тұрғанда тағы бір алюминиевый банка. Мына жерде темір, болда тиін тебен. Ана жерде бір банк жатыр ана ағайын. О, бісміллә. Ана. Ана. Тағы не бар? Ана яқта көп екен темір. Мынандай лампочканыкі. Латунь болуы мүмкін. Аламыз. Онда бір алюмин. Алюмин. Тағы алюмин. Менің тағы да алюмин. Мынандай алюмин тауып алдым. Міне мынау не? Алюмин. Алюмин. Ана жақта тағы алюминдер жатыр. Опа. Мен тағы да алюминдер. Мында алюмин деген көп екен. Бәрін жинап алам мен. Сағы алюминдер бәрі. Алюмин аяққа тоқ қыладым екен. Жоқ. Алюмин өртедім. Мына жерді қаяқтан шыққан алюмин бәрі. Және тағы бір лампочканың асты жатыр. Бұл да латунь болуы мүмкін. Бұлар негізі латунь болу керек. Ана. Міне тағы да алюмин. Видеоны. Арнадан ауыспаңыздар ағайын, мен жоғында уақыт созбай Çengeldiге жол тартайын. Арнадан ауыспаңыздар, қазір арбуз тиеу процесін бәрін көрсететін боламын. Құрметті көрермендер, біз Кербулак ауылына келдік, Çengelден өтіп. Мынандай мотоциклдар көп жүреді екен мына жерде. Қазір Құдай қаласа поляның басына барамыз, арбуз тиеміз. Арнадан ауыспаңыздар. Құрметті көрермен, келдік мына бұйыртса поляға. Қазір арбузды өсетін, бірінші қалай өсетін менде алғаш көрейін деп жатырмын. Әкең батпақ, мынаны қараңыздар. Батпақ деген сұмдық екен. Бұйыртса келдік мына поля басына. Мына картошка ғой деймін. Мына арбуз. Кішкентай. Қазір көретін боламыз ар жақтарды. Стама. Мына арбуз. Осылай өседі екен. Қазір тиетін боламыз бұйыртса. Бісміллә, мына тасып атырмыз мәшінеге қарай. Арбуздарды мөшекпен. Поляның кіші батпақ су болғаннан кірмедік. Машине барамағаннан кейін. Екеу, және үшінші арбуз. Дөу-дөу, өте жақсы. Кімге керек болады, номерін астына қалдырып кетем, осы кісіні алам десеңіздер.
Hürmetli görürmen, biz arvuz tiyip olduk. Және мынандай лотоктың жанына келіп көрсететін боламыз. Және мен палуанның бизнестегі. Ашын? Не, каналға жазылып лайк басты. Kanalga жазылып лайк бас. Давай түс. Hürmetli görürmen. Осы арбуз және багажда бар. Есің жабы. Мынандай лотокқа. Опа. Міне. Маған суға түсіп алайық деп жатырмыз, бұйыртса. Мындай лоток. Бисмилла. Құрметті көрермен, біз бұйыртса үйге келдік. Сағат 10-нан 7 минут кетті қазір. Кухняға кіргізе бер, Ашын. Арқат. Шаршадың бей? Ой, онша емес. Онша емес ба? Арбуз көп, е? Я. 300 килограмм арбуз алдық 80 теңгеден. Сатамыз, я? 80 теңгеден 300 килограмм арбуз алдық. 100 килограмм 8000 теңге. Оның үстіне мен 140-тан екен ауылда. 150-ден екен, мен 140-тан сатайын деп жатырмын. 60 теңге көріп, үстінен қосып 60 теңге. 100 килограммдан 6000 теңге пайда. Газдың өзіне 3000 теңге барып қайтқаныма 3000 теңгеге газ құйдым. 6000 теңге, 6012, 18000 теңге, 300 килограмм арбуз мұның ішінде қазір. 300 килограмм арбуздан 12000 теңге. 18000 теңге қалтамда қалады өзіме таза пайда. 15000 теңге, 3000 теңге қазір алып тастағанда 15000 теңге таза пайда. Осындай кішігірім бизнес. Және аздаған темір терсек тауып алдым. Оны ертең жарықта көрсететін болам, түсіріп. Осы видеоның жалғасы болады, ол кішкене темір, шақ темірлер. Құрметті көрермендерім, кеше біз жолдан тапқан темірлер. Bir alüminyum bankı 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kesilgen 9, 10 sizin aslında 11, 12, 13, 14, 15, 16 ayakta böyle 17 banka. 17 alüminyum bank, және мынандай темір сетка. Менікі екен бұл. Мынандай кусок темір. Мынандай темір. Және мынандай 3 латунь. Лампочкалардың түбі. Алюмин. Және мынандай дворниктің темірі. Tavuk aldık. Altında bol bırakacağız. Altında ne bizde? Altında mınday bolt şlangısымен örteu gerek. Mınday alümin marafon deydi. Kley. Водостойкий. Дені бара жатып дөңгелектің подшипнигі шашылды. Шеңгелде жетіп қалғанда. Содан қалған запчастар. Басқа істеңе таппадық. Видеоны лайк басып, арнаға жазылып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Біз сіздермен қоштаспаймыз, келесі кездескенше дейміз. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Арнаға жазылуды ұмытпаңыздар.